Баршаңызға сәлем достар. Бүгін сіздермен өте дәмді болып шығатын банан қосылған пирог дайындайтын боламыз. Алдымен менің каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар. Құрғақ ыдысқа бір жұмыртқа, үстіне қант салып, венчиктің көмегімен жақсылап араластырып аламыз. Одан кейін үстіне ерітілген сары майымызды құйып, оны да жақсылап араластырамыз. Енді массамыздың үстіне ұн бір шай қасығы разрыхлителімізді салып, араластырып, қолға жабыспайтындай жұмсақ қамыр илейміз. Видеода көрсетілгендей осындай жұмсақ қамыр болады бізде. Енді қамырымызды формамызға орналастырамыз. Менің формамның диаметрі 24 см. 2 штук бананымызды осылай дөңгелетіп қылып турап формаға орналастырамыз. Банандарымызды орналастырып болдық. Енді салмасын дайындаймыз, яғни начинкасын. Қантымыздың үстіне 2 жұмыртқамызды салып, венчиктің көмегімен араластырамыз. Осының үстіне 2 ас қасық кукурузный крахмал, болмаса ұнымызды саламыз, және де 20-25% қаймағымызды салып, жақсылап араластырып аламыз. Осымен біздің начинкамыз дайын болды. Енді осыны пирогымыздың үстіне құямыз. Пирогты қызып тұрған 180 градус пеште 30-35 минуттай пісіреміз. Міндетті түрде піскеннен кейін бөлме температурасында суытып, содан кейін ғана формасынан алыңыздар. Ысылай күйінде кесетін болсаңыздар, онда сіздердің начинкаларыңыз ағып кетуі мүмкін. Сондықтан кем дегенде 2 сағатқа холодильникке салып қойыңыз. Міндетті түрде дайындап көріңіздер, өте дәмді болып шығады. Ас болсын. Каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар.